Бөгінде таңғы шайды тарсылдата демдеген Әсияның қабағы бір сәтке де ашылмады. Ас үйдің іші тар көрініп, қазаның буы да көңілін одан сайын тұншықтырып жібергендей. Ерні тынымсыз жыбырлап, ішкі ашуын әр сөзбен сыртқа шығарып жатыр. Осы екеуі де басыма бәле болды ғой, деп күбірледі. Ол шәйнекті үстелге сарт еткізіп қоя салып. Таң атпай шай дейді, тамақ дейді. Өздері отыр, мен шауып жүрейін. Қартайғанда адамға рахат берудің орнына жерден алып жерге салады. Әсияның дауысы бәсең болғанымен ашуы айқын сезілетін. Ол әр қозғалысын әдейі қаттырақ жасап, ыдыстарды бір-біріне соғып, ішіндегі өкпесін солай шығарып жатқандай. Ал төргі бөлмеде отырған енесі Күләнда кемпір бұл сөздерді анық естімесе де, келіннің мінезін баяғыдан біледі. Келін болып түскен күннен бастап-ақ оның көкбет мінезі, тік сөйлейтін тілі, үлкенге елмейтін қылығы көзге ұрып тұратын. Жас қой, үйренер деп талай рет өзін жұбатты. Бірақ жылдар өтті, мінез өзгермеді. «Әй Әсия, шай суып қалмасын», деді кемпір сабырмен. Бірақ даусында әлсіз реніш бар еді. Бұл сөз Әсияға отқа май құйғандай әсер етті. Ол шәйнекті ұстап тұрып, бір сәтке тоқтап қалды да, қабағын түйіп, тісін қыса сөйледі. «Суып қалса ішпей-ақ қойыңыз. Таңнан кешке дейін құл болдым ғой мен. Біреу шай әкел дейді, біреу тамақ сұрайды. Өздеріңіз қозғала алмай қалғандай». Күләнда кемпірдің жүрегі шым ете қалды. «Құдай-ау, біз қашан осынша ауыр жүк болып қалдық?» деген ой санасын тесіп өтті. Ол үндемеді. Үндемесе де көзінің жасағы мөлтілдеп, жүзімдегі әжімдер тереңдей түсті. Жауап берсе ол тұтанатын білді. Ал үнсіздік көзіне ғана ауыр. Әсия болса ішіндегі бар ашуын сыртқа шығарып алғандай, шайды кеселерге құйып жатып тағы да күңкілдеді. Көршілердің келіндер жұмыс істейді, қыдырады, өмір сүреді. Ал менің тағдырым осы төрт қабырға, қарттардың қас-қабағын аңду. Ол бір сәтке тоқтап терезеден сыртқа қарады. Көктемнің жарығы төгіліп тұр. Бірақ Әсия үшін бұл үйдің іші қап-қараңғы еді. Өз бақытын өзі байлап қойған сезсе де, оны мойындағысы келмеді. Кінәні қарт ата-енеден көрді. Кеш түсе Қуантай жұмыстан шаршап оралды. Есіктен аттай бере үй үшін бір түрлі салқын тынышты қарсы алды. Әдетте қазаның бұрқыраған буы, шайдың иісі аңқып тұратын. Үй бүгін тұнжырап қалғандай. Ас үй жақтан ыдыс аяқтың сыртылғаны естіледі. Ол босағадан өтіп, әйелінің суық жүзі мен қатулы қабағын көргенде-ақ бірдеңенің болғанын сезді. «Әсия, саған не болды тағы?» деді даусын жұмсартып, жай ғана жөн сұрап. Әсия қолындағы қасықты үстелге тарс еткізіп қойды. Кеудесінде жиналған ашу осы сөзді ғана күтіп тұрғандай лап ете қалды. «Маған не болушы еді?» деді ол даусын көтеріп. «Күнде осы үйдің құлына айналып, май сасып, ас үйден шықпаймыз. Таңнан кешке дейін шауып жүрген мен, біреу рахметті айтпайды. Бар көргенім шай мен тамақ». Қуантай үнсіз қалды. Ол әйелінің сөзін бөлмей тыңдады. Қанша ауыр тисе де, ішіне түйіп алды. Өйткені оның мінезі жуас еді. Бала кезінен дау-дамайдан қашып, үндемесең ұтасың деп өскен. Әсия, олар қарт адамдар ғой деп бастамақ болып еді, әйелі оның сөзін аяқтатпады. «Қарт болса не болыпты?» деді ашуын тежелей алмай. «Қартайғанда адам баласына салмақ салмай, тыныш отыру керек емес пе? Мен келін болып түстім. Құл болып түскен жоқпын». Бұл сөз Қуантайдың жүрегіне не болып қадалды. Ол ата-анасын жамандауға да, әйелін тоқтатуға да батпады. Екі оттың ортасында тұрған іштей сезді. Бір жағында оны өсірген, өмір сыйлаған ата-анасы. Екінші жағында өмірін бірге өткізем деген жары. «Сабыр қылшы», деді ол ақырын ғана. «Бәрі де уақытша». Бірақ бұл сөз Әсияға жұбаныш болмады. «Сен де солардың жағындасың», деді ол көзін аларды. «Үнемі үндемейсің. Бір рет мені қорғап көрдің бе? Әйелің шаршағанын көрмейсің бе?» Қуантай жауап қатпады. Жауап қатуға жүрегі дауламады. Ол орындыққа үнсіз отырып, маңдайын сипады. Қайсың қалай ренжітпеймін деген ой
миын жегідей жеп бара жатты. Ас үйдің іші бұрынғыдан бері тарылып кеткендей. Әсия ашуын ішіне сыйғыза алмай терезе жаққа қарап тұрып қалды. Ал Қуантайдың жан дүниесінде ауыр тыныштық орнады. Ол сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Үнсіздік кейде сабыр емес, әлсіздік еді. Ал бұл әлсіздік ертең үлкен жарылысқа себеп боларын ол әлі сезбеген болатын. Көп ұзамай үйдің берекесін одан әрі қашырған бір ауыр жағдай болды. Күләнда кемпірдің аяғы тайып құлап сынды. Аурухана, гипс, жылаған түндер. Ақыры кемпір төсекке таңылды. Бұрын таяққа сүйеніп жүрсе де, өз бетімен шайын ішіп, дәретіне барып келетін. Енді ол да жоқ. Сол күннен бастап Әсияның қабағы мөлде қатайып, жүрегі тасқа айналғандай болды. Енесі қарамақ түгілі жақындаудан жиіркенетін. Төсектегі әлсіз бейне оған ауыр жүк, артық тіршілік секілді көрінді. Атасы ауылға кеткен. Бірер күнде келермін дегенмен шаруасы бітпей созылып кетті. Қуантай таңнан кешке дейін жұмыста. Үйде тек Әсия, 4 жасар ұлы және төсекке таңылған кемпір ғана. Үйдің іші қаңырап қалды. Бұрынғыдағыдай жиналған еден, сүртілген үстел жоқ. Ас үйде қазан асылмай, шай демделмей қалды. Күләнда кемпірдің шер асы, Қуантайдың кешке ыстып беріп кеткен бір кесе сорпа. Әсияның ермегі телефон. Диванға жата кетіп, экранға телміріп алады. Бірде күлді, бірде біреумен жазысқандай жымиды. Ал төргі бөлмеде жатқан кемпірдің даусы көбіне естілмейтін. Айғайлауға да, шақыруға да ұялатын. Келін деп сыбырлап қана қоятын кейде. Бірақ бұл дауыс Әсияның құлағына жетпегендей. Күләнда кемпірдің ең ауыр сәті дәрет еді. Жаны қиналып, намысы жыртылып, көзінен жас ақынша шыдайтын. Шыда Күләнда, шыда деп ішінен өзін жұбататын. Келінін шақыруға жүрегі дауламайтын. Шақырса қабақ түйеді, ауыр күрсінеді, кейде мүлде келмейді. Құдайым-ау, мен не күнә жасадым деп ішінен ғана еңірейтін кемпір. Осы келіннің қолынан тірідей өлмесем екен. Күн бойы аш отырған кемпір кешкісін ғана бірдеңе ілінерін білетін. Кеш бата Қуантайдың келер уақыты жақындағанда Әсия аяқ астынан қыбырлап кететін. Үйді жылнам жинастырып, киімін түзеп, тоңазытқыштан кеше қалған сорпаны алып, асығыс ыстып қоятын. Көрдің бе, қарадым ғой дегендей түр танытатын кеуіне. Ал Қуантай шаршап келіп үстелдегі сорпаны үнсіз жатқан анасын көріп, іштей бір түрлі сезімде болатын. Бірақ тағы да тілі байланып, артық сөз айта алмайтын. Күләнда кемпір түнде ұйықтамай жататын. Аяғы сыздап, жүрегі жаншып, ойы сан-саққа кететін. Төбеге қарап жатып, өткен өмірін еске алатын. Күндердің күнінде күтпеген хабар жетті. Күләнда кемпірдің жағдайы күн санап нашарлап бара жатқанын естіген Қуантайдың қарындасы Әсем Астанадан жедел жетті. Жол бойы жүрегі алып ұшып, анама бірдеңе болып қалмаса екен деп, Алладан қайта-қайта тіледі. Ал бұл хабар Әсияның жанына мүлде батпады. Керісінше, ішінен бір суық ой жылт етті. Құдайға шүкір, аз күнде құтылармын бұдан да деп, өзі де шошығандай. Бірақ әлде бір жеңілдік сезімін бастан кешті. Бұл ойды ешкімге айтпады. Бірақ жүрегіндегі тас мейірімсіз, үнсіз қуанды. Әсем үйге кірген сәтте бір сұмдықты сезді. Үйдің іші суық, иесіз қалғандай. Ас үйде ыстық тамақтың иісі жоқ. Төргі бөлмеде ауыр тыныштық. Ол асыға шешесінің жанына өтті. Көрген көрініс жүрегін қағайырды. Кеше ғана сөзі нық, жүзі жарық анасының түрі сылынып түскен. Беті суалып, көзі шүңірейіп кеткен. Ерні кезеріп, әлсіз дем алып жатыр. Қолдары арықтап, тамырлары білініп қалған. Бұл ауыр дерттен емес, қараусыздықтан қажған адамның кейпі еді. Апа, деді Әсем дірілдеген дауыспен. Күләнда кемпір көзін әрең ашты. Қызын таныған сәтте көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Сол жас бүкіл жиналған қорлық пен үнсіз азаптың куәсінде еді. Әсем шыдай алмады. Көзі жасы парылап, орнынан атып тұрды, ашумен үйді шолып өтті.
Ас үйге кірді. Қазан суық. Тоңазытқышты ашты. Кеше қалған бір кесе сорпадан басқа түк жоқ. Сол сәтте жүрегі жарылардай болып, ашуы тасып кетті. «Аға!» деп айғай салды ол. «Мынау расымен біздің анамыз ба? Құдай-ау, бұл неге?» Қуантай не айтарын білмей басын төмен салды. «Неге ертерек маған айтпадыңдар?» деді әсем даусын тежей алмай. «Емдетер едім ғой. Қараусыз қалдырмайтын едім ғой». Ол ашумен жер тоқпақтады. Жан айқайы бүкіл үйді жаңғыртты. «Бұл жерде адам бар ма өзі?» деді ол жылап тұрып. «Ана төсекте өліп жатса да, ешкімнің жаны ашмаған ба?» Әсемнің көзі Әсияға түсті. Ал Әсия болса қабағында қозғамады. Қолын айқастырып үнсіз тұр. Жүзінде өкініш емес, тек суық немқұрайлық қана. «Сен келінсің ғой?» деді әсем дауыс дірілдеп. Қалай ғана жүрегін көтерді бұлай қараусыз қалдыруға. Әсия иығын қиқаң еткізді. «Мен дәрігер емеспін» деді салқын ғана. «Өзімнің де балам бар». Бейсенбінің кеші еді. Күнді ерте батты. Аспанда тұнжырап тұрғандай. Сол кеште Күләнда кемпірдің соңғы дем үзілді. Еш айғайсыз, еш даусыз, үнсіз ғана өтті бұл дүниеден. Өмір бойы ішіне жұтып келген мұңын, қорлығын, көз жасын сол үнсіздікпен бірге алып кеткендей болды. Үй бір сәтте қаңырап қалды. Төргі бөлме босап, төсектің орны суып қалғандай. Қабырғаға қарап тұрған таяқ та иесіз жетімсіреп тұрды. Бұл үйде енді ананың дауысы жоқ еді. Әсем анасының 40-на дейін бауырының қасында қалды. Қаралы күндер, ауыр түндер өтті. Сол 40 күн ішінде ол көп нәрсені анық көрді. Әсияның көкбет мінезін, тас жүрегін, үйдің ішін уысында ұстап, кеуін де, қайын атасын да билеп, төстеп алғанын анық аңғарды. Қуантай үнсіз еді. Әкесінің алдында бала, әйелінің алдында әлсіз. Ал енді анасынан айырылған соң мүлде сынып қалғандай. Жолға жиналардан бір күн бұрын әсем анасының заттарын түгендей бастады. Әр көйлек, әр орамал жүрегін тырнап өтті. Мынаны өзім әперген едім. Мынаны қуанып киіп еді деген ойлар жанын қақ айырып бара жатты. Сол сәтте шағын сандықтың түбінен бір алтын алқа шықты. Көзге бірден оттай басылды. Бұл анасына өзі Астанадан арнайы алып келген қызымнан сый деп көзінің қарашығындай сақтаған алқасы еді. Әсемнің қолы дір етті. Көзінен жас парлап кетті. «Апа» деп сыбырлады ол. «Ең болмаса мынауыңды қасыма алып кетейін». Ол терең тыныстап өзін жинады да Әсияны қасына шақырды. «Әсия» деді, сабыр сақтауға тырысып. «Мынау алтын алқа анамның көзі болсын. Мұны мен өзіммен ала кетемін». Сол сәтте Әсия селк ете қалды. Көзі жылтырап, жүзі күрт өзгерді. Ол бір қадам алға шығып, алқаны әсемнің қолынан жұлып алардай күйге түсті. «Жоқ» деді даусын көтеріп. «Бұл үйге апа менің де еңбегім көп сіңді. Күні түні қарадым, бұл алтын өзіме қажет». Бұл сөз найзадай тиді. «Қарадым дейсің бе?» деді әсемнің даусы дірілдеп. «Қандай қарау? Аш қалдырдың, қараусыз қалдырдың, анамды тірідей өлтірдің. Аузыңа ие бол» деп айғайлады Әсия. «Мен келінмін, бұл үйдің отын өшірмедім. Ал сен сырттан келіп ақыл айтасың». Әсемнің жүрегі қарс айырылды. «Қарадым дейсің бе?» деді әсемнің даусы дірілдеп. «Қандай қарау? Аш қалдырдың, қараусыз қалдырдың анамды. Аузыңа ие бол» деп айғайлады Әсия. «Сенің еңбегің дейсің бе?» деді ол көз жасын тия алмай. «Анамның соңғы күндері сенің айнаң, сол жеткілікті». Қуантай екеуің ортасында мелшиген күй тұрды. Тағы да үнсіз, тағы да шешімсіз, тағы да бәрін жұтып тұрған күйі. Ал Әсия алқаны уысына қысып бір сәтке жеңіске жеткендей болды. Бірақ сол сәтте ол байқаған жоқ. Сол алтынмен бірге адамдығын да, ұятын да, жарық болашақтың соңғы үмітін де қалтасына салып алған. Бұл үйде енді қара жамылғы ғана емес, қарғысқа ұқсас ауыр тыныштық қалды. Алқаның қарғысқа айналуы. Әсия сол түні алтын алқаның жастығының астына салып жатты. Суық металл алақанына тиген сайын жүрегінде бір түрлі лүпіл пайда болды. Бірақ ол оны жамандыққа жормады. Керісінше менікі болды деген бір жасырын жеңіс сезімі көңілін жылтып жібергендей еді. «Көрдің бе?» деді ішінен. «Бәрібір менікі қалды».
Түн ортасы ауғанда ол шошып оянды. Түс көрді ме, өңі ме, ажырата алмады. Төргі бөлмеде біреу тұрғандай сезілді. Үнсіз, қимылсыз, тек салқын леп бар. Кім бар деді сыбырлап. Жауап болмады. Ал бірақ сол сәтте алтын алқа жатқан жастықтың асты күйіп тұрғандай ести бастады. Асия шошып оны суырып алды. Алқа бұрындағыдай жарқырап тұрған жоқ. Қарауытып, салмақтанып кеткендей. Сол түннен бастап Асияның ұйқысы қашты. Күндіз жүрегі қысылып, түнде мазасыз түстер көретін болды. Кейде дәл сол кемпірдің дауысын еститіндей сезімде оянып кететін. Келін, келін. Дауысы әлсіз бірақ анық. Асия құлағын жапты. Жоқ деді іштей. Бұл тек ойым ғана. Бірақ күн өткен сайын бәрі өзгере бастады. Алқаны тағып шыққан күні баласы аяқ астынан ауырып қалды. Қызуы көтеріліп, жылауын тоқтатпады. Дәрі дәрмек әсер етпеді. Асия алғаш рет шын қорықты. Не болып жатыр өзі? Деді дауысы қалтырап. Келесі аптада Қуантай жұмыстан қысқарып қалды. Үйдің берекесі қаша бастады. Ақша тарылды. Үнемі үнсіз жүретін күйеуі енді бөтен адамдай алыстап кетті. Көзінде бұрынғы жылылық жоқ. Сен өзгердің, деді бір күні ол шаршаңқы дауыспен. Үйде тыныштық жоқ. Асия ашуланды. Бәріне мен кінәлім бе? Бірақ жауап болмады. Қуантай үнсіз ғана сыртқа шығып кетті. Сол үнсіздік бұрынғысынан да ауыр еді. Ал алтын алқа, Асия оны тағып алған сайын жүрегі қысылатын. Тақпаса бірдеңе жетіспегенде мазастанатын. Түнде алқаны сандыққа салып құлыптасады. Таңертең оны жастығының жанынан тауып алатын. Бұл енді жай әшекей емес еді. Бұл есінен айырылмайтын жүкке айналған. Бір күні ол айнаға қарады. Өзінен өзі шошып кетті. Көзі шүңірейіп, жүзі сұрланып кеткен. Еріндерінде бұрынғы пандық жоқ. Тек шаршау мен үрей. Мен не істедім? Деді сыбырлап. Сол сәтте санасында бір көрініс анық пайда болды. Төсекте жатқан кемпір, кезерген ерін, шақыруға да шамасы келмеген әлсіз дауыс. Асия тізерлеп отыра кетті. Алқа мойында салмақтанып, тамағын қысып тұрғандай болды. Кешір, деді алғаш рет. Кешір мені. Бірақ кешірім кеш айтылған еді. Алқа сол күннен бастап байлық емес азап, әшекей емес айып, мұра емес қарғыс болды. Өйткені ол алтын мейірмен емес, көз жасымен, қорлықпен, үнсіз өліммен келген еді. Ал қарғыс ешқашан бірден соқпайды. Ол алдымен жүректі қажытады, ұйқыны ұрлайды, берекені кетіреді. Сосын ғана адамды өз ісімен беттестіреді. Күндер өтіп жатты. Бірақ Асия үшін уақыт алға емес төменге құлап бара жатқандай еді. Таң атты, қуаныш әкелмеді. Түн түсті, тыныштық бермеді. Үйдің ұшы бұрынғыдан да тар, суық көрінді. Баласының күлкісі сиреді. Қуантай мүлде өзгеріп кетті. Ол бұрындағыдай сөзге келмейтін, бірақ енді мүлде үнсіз еді. Үнсіздігі ауыр үкім сияқты. Бір кеште ол жинала бастады. Қайда барасың, деді Асия селкетіп. Әкемді алып келемін, деді Қуантай қысқа ғана. Осы үйде тұра алмаймын. Не дегенің? Деп айғай салды Асия. Мені тастап кетпексің бе? Қуантай оған алғаш рет тура қарады. Көзінде ашу да жоқ, мейірім де жоқ, тек шаршау. Сен бізді баяғыда тастап кеткенсің, деді жай ғана. Мен оны енді ғана түсіндім. Бұл сөз Асияның кеудесін тесіп өтті. Мен бәрін сен үшін істедім, деді ол дауыс дірілдеп. Осы үйді көтердім. Жоқ, деді Қуантай. Сен тек өзіңді ғана ойладың. Ол кетіп қалды. Есік жабылды. Сол есікпен бірге Асияның тірегі де жабылғандай болды. Сол түні бала қатты ауырды. Қызуы көтеріліп, тынысы жиіледі. Асия қолы қалтырап жедел жәрдем шақырды. Дәрігерлер келгенше ол баласын құшақтап еденде отырды. Құдайым, деді сыбырлап. Баламды алма, бәрін мен алайын. Бірақ бір сәтке санасында әлде бір ой жылт етті. Мен де сол кемпірге осылай қарамадым ба? Жүрегі шым етті. Ауруханадан шыққан соң үй тіпті езізденіп кетті. Қуантай оралмады. Атасы ауылда қалды. Әсем хабарласпады. Ал алтын алқа, ол енді мойнында емес еді. Асия оны тағып жүре алмады. Бірақ тастай да алмайды. Бір күні ол алқаны
пешке лақтырмақ болды. Қолы бармады. Сол сәтте әлсіз дауыс естілгендей болды. Кеш қалдың. Әсия айғайлап жіберді. Зерлеп отырып еңіреп жылады. Мен жаман адам емеспін, деді өксіп. Мен тек шаршадым. Бірақ көз алдына қайта-қайта бір көрініс келе берді. Төсекте жатқан кемпір, көзінде қорқыныш, ернінде айтылмаған сөз. Сол түні Әсия алғаш рет шын жалғыз қалды. Телефон үнсіз, ешкім іздемейді, ешкім керек қылмады. Айнаға қарады, өз жүзін танымай қалды. Көкбет мінез, қатал сөз, тас жүрек. Бәрі сол бетке таңбаланып қалғандай. Күз келді. Бұл үйге күз бұрында келген. Бірақ дәл осындай суық, дәл осындай үнсіз болып көрмеген. Үйдің ауласына жапырақтар түсіп жатты. Бірі сары, бірі қураған. Әсия сол жапырақтарды терезеден үнсіз қарап тұрды. Бұрын ол мұндайды байқамайтын. Енді бәрі көзге түседі. Себебі асығар жері, айтар сөзі, күтер адам қалмаған. Қуантай оралмады. Әкесімен ауылда қалды. Уақыт керек деді де байланысын үзді. Ол да кеш түсінген еді. Бірақ кеш түсінудің өзі шешім. Бала да өзгерді. Бұрын анасын еркелеп келетін. Енді тым ерте есейіп кеткендей үндемей бұрышта отырады. Кейде анасына бөтен көзбен қарайды. Сол көзқарас Әсияға бәрінен ауыр. Ал алтын алқа, ол сандықтың түбінде жатыр. Әсия оны енді ашып та қарамайды, қорқады. Бірақ қорыққаны алқада емес, өзін көріп қоям ба деп қорқады. Бір күні ол жалғыз қалды. Бала бақшада. Үй тым тыныш. Әсия төргі бөлмеге кірді. Баяғыда кемпір жатқан төсек әлде қашан алынып тасталған. Бірақ сол жері әлі де суық, әлі де ауыр. Ол сол жерге отырып қалды. Апа, деді сыбырлап. Мен сол кезде бір рет болса да су берсем, бір рет болса да жылы сөз айтсам. Дауыс үзілді. Көз тамшысы тамшылады. Бірақ жауап болмады. Бұл үйде жауап беретін жан жоқ еді. Сол сәтте ол шындықты толық түсінді. Ең ауыр жаза түрме емес, кедейлік емес, қарғыс та емес. Ең ауыр жаза кеш түсінген адам болып қалу. Кешке қарай Әсия сандықты ашты. Алтын алқаны қолына алды. Салмағы сол баяғыдай, бірақ енді ол алтын емес еді. Бұл естелік те емес. Бұл айып еді. Ол алқаны орамалға орап сыртқа шықты. Аула шетінде шұңқыр қазды. Қолдар дірілдеді. Алқаны көме сала топырақты қайта жапты. Бірақ жүрегіндегі шұңқыр жабылмады. Бітті, деді ол сыбырлап. Бірақ бәрі бітпеген екен. Өйткені кейбір күнәлар жерге көмілмейді. Олар адаммен бірге қалады. Түн түсті. Әсия шамды жақпады. Қараңғылыққа үйреніп кеткендей терезеден ай көрінді. Сол ай баяғыда да осы үйге түскен. Күләнда кемпір тірі кезде де, Әсия қатыгез кезде де. Тек бір нәрсе өзгерген. Бұл үйде енді мейірім жоқ, үміт жоқ. Тек кешігіп келген өкініш бар. Ал Әсия, тағдыр Әсияға сабақты бірден берген жоқ. Ол оған айғайлап ескерткенде жоқ. Жолын кесіп тоқтатқанда жоқ. Керісінше ұзақ уақыт бойы үнсіз қарап тұрды. Әсияның қабағын түйіп сөйлеуін, әлсізге ауыр сөз айтуын, төсекте жатқан енесінің жанынан суық жүзбен өтіп кетуін, шаршадым деген бір ауыз сөзбен өз қаталдығын ақтап алуын тағдыр үнсіз қабылдап отырды. Әсия сол кезде өзін кінәсіз санады. Бәріне өмірді, тұрмысты, адамдарды кінәлады. Ал тағдыр оның ақталуына емес, жасаған ісіне ғана есеп жүргізіп жатты. Оған мүмкіндік берілді. Әсия бір рет болса да жұмсыра алар еді. Бір кесе суын беріп, бір сәт үнсіз қасында отыра алар еді. Енесінің қолын ұстап, адамша қоштасып қалар еді. Бірақ ол бәрін кейінге қалдырды. Кейін деген сөздің артында бәрі бар сияқты көрінді. Ал шын мәнінде кейін деген енді болмайтын уақыт еді. Тағдыр сабақты Күләнда кемпір кеткен соң ғана бастады. Сол сәттен бастап Әсияның өмірінен айғай кетті. Бірақ тыныштық ауырлады.
Үй бар еді, бірақ үй емес. Бала бар еді, бірақ жылылық жоқ. Күйеуі тірі еді, бірақ жанынан кеткен. Әсия тірі жүрді, бірақ тіршіліктің өзі оның қолынан сырғып шықты. Бұл тағдырдың ең ауыр соққысы болатын. Сол кезде ғана Әсия түсінді. Жаза деген бір күнде келген бақытсыздық емес екен. Жаза деген өткеніңді қайтара алмайтын жағдай екен. Кешірім сұрасаң келетін адам жоқ болғанда, сол сөздің ішінде тұншығып қалу екен. Ол енесін жоғалтты, бірақ ең ауыры сол жоғалтудың себебі өз екенін кеш түсінді. Тағдыр Әсияны кедей қылған жоқ, оны жұртқа масқара еткен жоқ, ауру да салған жоқ. Тағдыр одан жай ғана мейірімді алып қойды да, соның орнын бос кеңістікпен толтырды. Сол кеңістікте Әсия күн сайын өз дауысын, өз қаталдығын, өз үнсіз қылмысын қайта-қайта естіп өмір сүрді. Бұл Әсияға берілген кеш сабақ еді. Ол сабақты алған адам түзелуі мүмкін, ал түзелмеген адам сол сабақты өмір бойы арқалап өтеді. Әсия сол ауыр сабақпен қалды. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаса, пікір қалдыра кетіңіз.